Сәлематсыңдар ма балалар? Су тіршілік көзі Қазақстандағы өзен көлдер морфология бөлімі бойынша бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстан көлдері. Оқу мақсаты: сөйлемдегі есімдіктердің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. Балалар, сендер тұратын елді мекенде қандай көлдер бар? Ол көл туралы не білесіңдер? Балқаш қазақ жеріндегі ірі көл. Кейбір зерттеушілер көлдің атауы ертеде су мағынасын берген балық сөзіне жұрнақ жалғауы арқылы жасалған деген болжам ұсынады. Балқаш көлінің атауы жөнінде біздің пікіріміз өзгеше. Мұның өзіндік себебі бар. Біз ежелгі түркі жазба ескерткіштері сөздігінен су мағынасын беретін бал, балық сөздерін ұшырата алмадық. Василий Васильевич Радылов көрсеткендей, көл атауы қазақ тіліне ертеден сазды төмпешіктері бар, былқылдақ батпақ мағынасын беретін балқаш сөзімен байланысты тууы ықтимал. Бұл ойымызды Телеуіт, Құрманды Алтай тілдерінің деректері растай түседі. Оларда палкаш сөзі лай балшық, тұнба мағыналарында қолданылады. Егер осы деректерге сенсек, балқаш сөзі батпақты көл дегенмен барабар. Біздің болжамымызды көлдің табиғи жағдайда дәлелдей түседі. Балқаш көлінің солтүстік шығыс жағалауы мен Іле өзенінің көлге құяр сағасы батпақты болып келсе, көлдің шығысы сортаң. Көл өз атауын осындай сипатына қарай иеленген. Ережені бірге оқиық. Болымсыздық есімдігі болымсыздық мағынаны білдіретін ереженің түрі. Олар ешкім, ешқайда, ешқашан, ештеңе, дәнеме. Мысалы, ешкім естімеген, ол ешқашан кешіккен емес. Біз ешқайда бармаймыз. Ескерту: еш, кей, әлде, әрқайсысы, бір есімдіктері зат есіммен және сын есіммен тіркесіп келгенде бөлек жазылады. Мысалы, еш уақытым жоқ. Кей кезде, әр адам, әр нәрсе. 110-шы бет, бірінші тапсырма. Оқылым мәтінінен есімдіктерді тауып, теріп жазыңдар, мағыналық түрлерін ажыратыңдар. Ертеректе Балқаш көлінің күнбатыс жағын мекендеген жұрт бұл айдынды Ақ теңіз деп атаған. Ал шығыстағы жұрт Жұмбақ көл атандырыпты. Бізге жеткен аңыздарға сүйенетін болсақ, сол заманда бір байдың Балқия деген айдай ару, күндей көркем қызы болыпты. Ел жұрт Балқияның ақылы мен көркіне тамсанып, оны Балқияжан, Балқаш деп еркелетіп атапты. Қатал салт дәстүрдің құрбаны болған Балқаш қыз сүйгені ертеңге қосыла алмай, осы Шалқар көлінің жағалауында дүние салған екен. Самал жел, сыңсыған ну, байтақ дала адамзаттың қайғысына ортақтасып, Балқаш қызды жоқтап қала береді. Содан бері көл бойын жағалай қонған жұрт айна бетіндей жарқыраған қасиетті айдынды Балқаш көлі деп атаған екен. Бірінші тапсырма бойынша дескрипторлар. Есімдіктерді теріп жазады, мағыналық түріне ажыратады. Үшінші тапсырма. Өздерің тұратын жерге жақын орналасқан көлдер туралы білетін және білгің келетін мәліметтерді кестеге жазыңдар. Көлдер: білетінім, білмейтінім.
дескрипторлары. Ірі көлдердің атауын жазады. Әр көл туралы білетін ақпараттар жазады. Білмейтін ақпараттарын жазады. Жазу барысында есімдікті зат есім мен сын есімнің орнына қолданады. Оқу тапсырмасы. Өлеңді мәнерлеп оқып, ондағы 80 көлге қандай көлдер жататынын аттарын жазыңдар. 80 көл Көкшетаудың аясында, әрқайсысы алтын кесе аясында. Ауасы дертке дауа жұпар иісі, көкірек қанша жұтса тоясың ба. Сәкен Сейфуллин. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.